Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peygamberler padişası. Sirt sana. Жылдар бұрынғыша жылжып өтіп Әбдімұтталиптің ұлдары көбейіп, көп ұзамай 13 баласы да дүниеге келді. Ол Зәмзәм құдығының басында Хақ тағалаға серт берген кезінде жасы 50-де болатын. Енді міне көзді ашып жұмғанша 13 баласы да ер жетіп қалыпты. Берілген серт атылған оқпен тең. Ол бір күні таңертең 10 ұлын жинап алып бұрынғы Алла тағалаға берген сертін айтып, олардың пікіріне құлақ тұрды. Әке, бір кездері жалғыз ғана ұлыңыз бар еді. Сонда сізді кейбір ақсүйектер жалғызсың, жалғыз ұлыңмен не істей аласың деп қорлағанда, сіз Аллаға сөз берген екенсіз. Сонда Хақ тағала дұғаңызды қабыл етіп, дәл 10 ұл нәсіп қылыпты. Ендеше сіз де сөзіңізде тұрып уағдаңызды орындауыңыз қажет. Бір кездері осы мекенде атамыз Исмайылды да әкесі Ибрахим құрбан етпекке ниет қылғанда, ол ләм-мим демей мақұлдаған жоқ бет. Ендеше біз де сіздің сөзіңізді мақұлдаймыз. Бірақ онымыздың қайсысын қалайсыз? Әбдімұтталип олардың мына ризалықтарын естіп, бір жағынан балаларын қимаса, бір жағынан ата-анасын тыңдайтын көргенде, парасатты болып өскенде көңілі дән риза болып, көзінен жас шығып та кетті. Айткенмен Құдай сөзін орындау керек. Балаларым, әрбірің бір-бір жебе алып, аттарыңды соның үстіне жазып маған бере қойыңдар деді. Олар сөзге келместен қорамсақтарынан бір-бір жебе алып, үстіне аттарын жазып әкелеріне ұсынды. Әбдімұтталип оларды жинап бір қорамсаққа салды да Кағбаға қарай жүріп кетті. Ол сол жерде бір адамды жеребеші етіп тағайындап алды. Ол қорамсақтың ішінен қай жеребені суырып алса, сондағы аты жазылған баласын құрбандыққа шалмақ. Ол Қағбаға барып әзірлікке кіріскенде маңайына халық жинала қалды. Кейбірі ақыра немен тынар екен, өз баласының өзі бауыздамақ па, бұл не сұмдық десе, енді бірлері, Құдайға сөз бердің бе, орындау керек. Нағыз ерте осыны айтты. Бұл нағашыларына тартқан ясриптіктер бір нәрсеге аңдамай серт берсе де, ұлың бар, қызың бар демей уағдасын орындамай қоймайды деп өзара көбірлесіп жатты. Әбдімұтталип пен жеребеші Қағбаның есігінің алдына жақындады. Сәт таяған сайын Әбдімұтталиптің жүрегінің соғысы жиілеп, көңілі алай-дүлей бола бастады. Қай балам шығар екен? Үлкені Харис пе екен? Шиттей балалары жетімсіреп, кәрі сүйегіне жара салып жүрмесе болар еді. Жоқ әлде Абдулла ма екен? Жоқ, ол шықпас екен. 9 балам бір төбе, Абдуллам бір төбе ғой. Оның жүріс-тұрысы тұп-тура әкеме тартқан. Жоқ, ол шықпайды. Жеребеші осы кезде, ал кәне бастаймыз ба деп еді, ол селк ете түсіп қорамсағын оған ұсына берді. Жеребеші қолын қорамсаққа салып жіберіп, жебелерді әрі-бері ұстап, танитындай бір жебені суырып алып, Әбдімұтталипке ұсынды. Ол жебені көріп қатты шошынды. Абдулла. Бір сәтке жеребеші жеребені қорамсақтан емес, баласы Абдулланың жүрегінен суырып алғандай көрініп, орнынан теңселіп кетті. Қорыққаның басыңа келеді деген осы, әй ақмақ басым-ай, Алланың рахымы кең ғой, сол кезде бір қора түйе шалам деп неге
айта салмадым екен. Бірақ серттің қаты қашанда серт. Балам, өзгелер бір төбе, сен бір төбедің. Бірақ хақ тағаланың жазмышы осы болып тұр. Тағдырыңа риза бол, балам. О не дегеніңіз, әкешім? Бабам Исмайлға ұқсап құрбандық жеребесі маған шыққан екен. Алла жолында құрбан болсам, әкемнің берген серті орындалып жатса, менде арман бар ма? Мен әзірмін. Онсыз да іштей, я Алла, менің жеребемді шығыра көр. 9 бауырымның бірінің орнын бос па? Бос болып қалса, мен оны көтер алмаймын. Әрі әкемнің сертіне мені арқау ете көр деп іштей тілеп тұрғанмын. Жаратқан ием өзі қабыл еткен екен. Ал әке, кәне бастаңыз. Әбдімұтталып бір қолына өткір пышағын ұстап, бір қолмен баласының білегінен ұстап, жетектей беріп еді. Жиылған халық: «Уа Әбдімұтталып, есіңді жи, мұл не қылғаның? Өз балаңды өзің өлімге қимақпысың. Кейбір қаны безер қатыгездер сәбилерін тірідей көміпті дегенде естуші едік. Енді келіп сен Қағбаның алдында жазықсыз балаңды бауыздамақпысың. Бабаң Ибрахимнің аян көруі ол бір пайғамбарларға деген сынақ еді ғой. Ол заманда бұл заман нәзір етіп өз баласын бауыздағанда қай атаңнан көріп едің? Жоқ, сертім серт. Бір кездері жалғыз ғана балам бар еді. Серт беріп едім, хақ тағала 9 ұлды нәсіп еткен жоқ па? Құдай тағала сенің 10 балаң болсын деген дұғаңды қабыл еткен. Құдайдың берген жанын сен алмақпысың. Уа Әбдімұтталып, сен осы Меккенің данагөйі басшы емес пе едің? Сен осылай істесең, күн ертең мына ұрпақ осының заң етіп алмай ма? Сәби қызды қойып, енді ұлдарды да сою әдетке айналатын болса, күн ертең мына елдің ақыры не болмақ? Көп ұзамай жер бетінен жойылып, мына Қағба қараусыз қалмай ма? Сен де қабірде жатып сай сүйегің сырқырамай ма сонда? Сенің сертің Қағбаға қызмет етуден артық болып тұрма, тайыры? Серті мекенде бір балаңмен қоса келер күллі ұрпағыңды бауыздағалы тұрғаныңды білмей тұрсың ба? Әбдімұтталипке ақырғы сөздер қатты еді. Күллі ұрпағым деп күбірлеген ол өзін бір сәт Меккеде жалғыз қалғандай сезінді. Осы сәтте қолы қалтырап, қолындағы пышағы жерге түсті. Енді маған не істедейсіңдер? Араларында ақыл айтар біреу бар ма? Осы сәтте топты жарып бір адам алға шығып оған қарай жақындады. Бұл осы Меккенің ақ сүйектердің бірі еді. Әбдімұтталып, сен дереу Шамға бар. Онда біздің ата-бабаларымыздан қалған заңды жақсы білетін бір қарт әйел бар. Содан сұра, шешімін сол айтсын. Әбдімұтталып баласы Абдулланы ертіп Шамға қарай жолға шықты. Көп ұзамай алдарынан Шамның Мекке келе жатқан керуенінде кез болып олардан жөн сұрады. Олар әлгі қарт дана әйелді танитынын, алайда оның қазір Ясрибке кеткенін айтты. Осыны естігенде Әбдімұтталып бір оқпен 2 қоян атып алғандай қатты қуанды. Ясриб бармағалы да көп жыл болып қалыптау. Қайран туған ел, туған жер. Ол осылайша бірнеше жыл бұрын анаң ауыр хал үстінде жатыр деген. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын анаң ауыр хал үстінде жатыр деген суыт хабар естіп барған еді. Бірақ бұл барғанда анасы дүние салып ақ сапарға аттандырып қойған екен. Сонда анасының моласына басына барып, анашым тым болмаса қабіріңе бір уыс топырақта сала алмадым ау деп көз жасын көлдетіп балаша жылаған әлесінде. Я, содан бері талай заман өтіп, өзі де анасының жасынан асып барады екен. Ясриб, нағашыларым, бірге садағатқан замандастарым, аман есен бе екенсіңдер? Олар суыт жүріспен бірнеше күннен соң Ясрибке жетті. Расында әлгі қарт сонда болып шықты. Сәл қалса Шамға қайтқалы отырған.
үстінен түсті. Мән жайды білген қарт әйел, сендерде біреу жазатайын бір адамды мерт қылса, орнына неше құл төлейді деп сұрады. 10 түйе деп жауап қатты ол. Ендеше сен қайта еліңе бар да, Қағбаның жанына барып қайтадан жеребе таста. Жеребеден Абдуллах шықса, орнына 10 түйе аттап, жеребені қайта таста. Қайта шықса, тағы да оны түйе орнына түйе ата. Осылайша жеребеден түйе шыққанға дейін 10 түйеден атай бер. Әбдімұтталып оның сөзіне келісіп жүрегі орнына түскендей болды. Ол нағашы жұртының қал қонақ етейік дегеніне қарамастан, қайта баласын ертіп асығыс жолға шықты. Меккеге қайта келген ол Қағбаға барып әлгі қарт әйелдің айтқанын істеді. Жиылған жұртты да өзін де таң қалдырып 100 түйеге дейін жеребеден Абдулла деген жазу шыға берді. 100 түйеге толғанда ғана келесінен түйе деген жазу шықты. Сонымен Абдулланың құны 100 түйе болды. Алайда Абдымұтталиптің көңілі күпті болып, жеребені қайталап 3 мәрте тартты. Үшеуінде де түйе шықты. Сонда ғана оның көңілі жайланып, баласы Абдулланы қайта іңгәлап дүниеге келгендей сезінді. Абдулланы халық жақсы танитын, оның жүріс-тұрысы өзгелерден басқаша еді. Халық жарықтық атасы Хашимге тартқан деп сөз қылатын. Әсіресе әлсіздерге, жетім-жесірлерге көп қол ұшын беретін, оның аман қалған естігенде, әсіресе осы қарағалық қатты қуанды.